Сәлем достар, мен бүгін сіздерге өзімнің жасап жүрген хворстымның рецептімен бөліссем деймін. Өте қытырлақ, өте дәмді, әдемі шығады. Ол үшін бізге бір жұмыртқа, пищевая сода, ұн, сүт, қант, кішкене тұз қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарамыз. Оның үстіне кішкентай қасықтың ұшымен тұзды саламыз. Үлкен қасықпен бір қасық қант саламыз. Үлкен қасықпен 2 қасық сүт құямыз. Және осыны вилкамен жақсылап араластырамыз. Қантымыз еріп, қоспамызды араластырып жатып, ұн саламыз. Кішкентай қасықтың ұшымен пищевая сода салып, қою қаймақ тәрізді вилкамен араластырып отырып, ұн салып отырамыз. Қоспамыз қоюласып бастағанда, ұн салып отырып, қолмен қамыр илейміз, жұмсақ қамыр илейміз. Осындай жұмсақ әдемі қамыр болады. 5-10 минут тұндырып қойып, қамырымызды жаямыз. Жұқа әдемі етіп жайып, қамырымызды кесеміз. Осы кеспені 2 ұшын біріктіру үшін бізге су қажет болады. Ол үшін кесеге кішкене су алып аламыз. 2 ұшына су жағып, жабыстырып, осылай розочка сияқты ораймыз да. Бәрін дайындап аламыз. Мына жерде анық көрінетін шығар. 2 қамырдың ұшын сулаймыз да бір-біріне жабыстырамыз. И айқастырып, осындай гүл жасаймыз. Осы кезде табамызды газға қойып, майымызды қыздырамыз. Қызып тұрған майға осы дайын қамырларды вилкаға іліп тұрып, айналдырып отырып қуырамыз. Вилкамен айналдырып отырғанда қамырдың аралары ашылып, гүл сияқты, роза сияқты әдемі болып шығады. Осындай әдемі, қытырлақ, дәмді хворсттарды бізбен бірге дайындаңыздар. Өте тез, өте оңай. Менің видеоларым ұнап жатса, менің каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Сонымен қатар мен мантының түйу жолдарын, уйгурский самсаның түйу жолдарын, және де пирогтардың, торттардың, әртүрлі салаттардың рецепттермен бөлісетін боламын. Видео ұнаса, қоңыраушаны басыңыз, маған тіркеліңіз. Өте оңай, өте жылдам жасаймыз.